Сәлем достар, бүгін сіздермен фисташка рулетінің рецебімен бөлісетін боламын. Дәмі өте нәзік әрі керемет болып шығады. Бұны бір жасасаңыз, қайта-қайта жасап жегіңіз келіп тұрады. Достар, дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердікі күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ендеше видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызда жұмыртқаның ағы, оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап көпіртетін боламыз. Біздің көпірген массамыз ыдысымызды төңкерген кезде жылжып кетпеу керек. Сол формада қатып өз формасын ұстау керек. Және де біз жұмыртқамыздың ағын тек қана таза ыдыста, құрғақ ыдыстармен миксерлейтін боламыз. Міне біздің меренгамыз дайын, өз формасын ұстайтын болды. Жақсылап қоюланды. Ендеше біз фисташкамыз бен ұнымызды жақсылап араластырып аламыз, бір-біріне бірігу керек. Салмамызды меренганың үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырған күнде де астынан үстінен қарай тура видеодағыдай етіп араластырасыздар. Қалай болса солай араластыруға болмайды, біздің меренгамыз басылып қалады. Біздің массамыз біркелкі араласты. Енді пергамент қағазымызға астын майлап жүретін боламыз, өйткені біздің меренгамыз тәтті болғандықтан біздің пергамент қағазымызға жабысып қалу әбден мүмкін. Сол себепті астын майлайтын боламыз. Міне біз меренгаларымызды теп-тегіс етіп жаятын боламыз. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмау керек. Бірдей көлемде жайып шығамыз. Міне біз массаларымызды жайып болдық. Енді қызып тұрған печкамызда 10-15 минутта пісіріп аламыз. Бұл тез піседі, сондықтан печкаларымызға қарап тұрыңыздар. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызда творожный сыр мен шекер. Осыны жақсылап біркелкі болғанша миксерлейтін боламыз. Шекердің орнына сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. Мен көбінесе шекер қолданамын. Ол үшін біз творожный сыр мен шекерді жақсылап миксерлеп алуымыз керек. Біздің шекеріміз еру үшін. Міне біздікі полный араласты. Енді сливкиімізді құюымызға болады. Егер де сіз бірінші сливкиді айналдырып, үстінен творожный сыр салатын болсаңыз, біздің кремдеріміз іртік-іртік болып қалады арасында. Міне біздің креміміз дайын болды. Біркелкі іртік жоқ арасында. Сіздер де солай жасап көруге кеңес беремін. Ақырындап, тез сынғыш болып келеді. Ақырындап арғы бетіне ауыстыратын боламыз. Менде асты кішкене күйіп кетіпті. Сол себепті печкаларыңызға қарап тұруларыңызға кеңес беремін. Міне біздің пергаментіміз оңай алынып жатыр, астын майлағандықтан. Кремдерімізді жағып шығамыз. Кішкене крем алып қаламыз, бетіне узор жасау үшін. Арасына клубника немесе малина қосып жүрсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады.
Ақырында орайтын боламыз. Тез сынғыш болып келеді. Міне біз орап алдық. Енді қалған кремнен бетіне узор жасайтын боламыз. Үстін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Клубника немесе малина, тағы да түрлі түсті жеміс жидектермен сонда әдемі көрінеді біздің рулетіміз. Рулетімізді холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Енді кесіп көрсетейін арасын сіздерге. Арасы осындай болып шығады. Енді дәмін көретін боламыз. Міне біздің рулетіміз дайын. 1-2 сағатта дайын болатын рулет. Дәмін енді айта алмаймын сіздерге. Сіздер міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.